Қадірлі тыңдармандар, бүгін біздің студиямызда ерекше жандар қонақта. Сол ерекше жандарды таныстырып өтсек. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық алаш әдебиетінің әдеби сыйлығының лауреаты, Қазақстанның құрметті жазушысы, Қатон Қарағай, Өскемен қаласының және Шығыс Қазақстан облысының құрметті азаматы, Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің құрметті профессоры, Қазақстан жазушылар одағының Шығыс Қазақстан облысы бойынша төрағасы Әлбек Қаңтарбай мырза, және де Құмар Зиятханұлы біздің белгілі ақынымыз. Біздің студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қаламгердің сол бір кездесінде армандастар, алаш азаматы, жұлдыздар сөнбейді, досым ахат, тұлға, дөңгеленген дүние секілді шығармалары оқырманның жүрегінен орын алған да айта кеткен жөн. Бүгін біз студиямызда жазушының шығармашылық жолы, әдебиетке көзқарасы, жалпы осы әдебиет саласына қалай келгендігі туралы, болашақ ұрпақтың тәрбиесі туралы кеңінен әңгіме өрбітетін боламыз. Әлбек мырза, біз сіздің балалық шағыңыздан бастасақ, біздің де көрермендерге қызықты деген ойдамыз. Осы сұрақтан бастасақ, әдебиетке деген қызығушыңыз қалай оянды, және де неше жасыңыздан бастап қалам тербеп, ой қозғап, ақ бетке туындыларыңызды түсіре бастадыңыз? Соғыстан кейін туған адаммын. Соғыс деп отырғаным азамат соғысы емес, орыс-герман соғысы 41-45 жылда. Содан кейін туған ұрпақпын. Бізде балалық шақ деген болған жоқ десем, ол өтірік. Балалық шақ болды, бірақ біз жетіспеушілік пен жоқшылықтың екі ортасында біздің балалық шағымыз өте шықты. Бірақ бала, қай кезде де бала, мейлі соғыс болып жатсын, мейлі өрт болып жатсын, мейлі тасқын болып жатсын, баланың аты бала. Бала өзінің заманына сәй ойнайды, ақ жүрсе де бала әгіштегі сурет ойнай біледі дейді ғой бала. Сол сияқты бізді ержеттік. Енді әдебиетке деген құштарлық анау деген, мен өзі бірінші класста, класс дейді біз өзі, сынып деген әңгіме жоқ ол кезде. Біз отар елде өмір сүрдік қой. Бірінші класста деді мақтанбай ақ қояйын. Ол өтірік болып шығатын шығар. Бірінші класста әліппені оқисың, айтесің, бүйтесің, өз ана тілінде басың көтере алмайсың. Мен екінші сыныптан бастап кітапханадан кітап алып оқитынды бастадым. Бірақ ол кезде бізге жөн үйрететін ешкім болған жоқ. Сен мынаны оқы, ананы оқы деген сияқты. Кітапханаға барасың, аласында өзі мектепте ол кезде кітапхана жоқ. Ауылдық кітапхана, шағын ғана қоржын үй. Сол кезде мен өзім айтайын, сол ауылдық кітапхананың қоры көп болса 500 кітап шығады дейді. Оның жартысынан көп орысша. Орысшаға тісіміз батпайды. Мен таза қазақ ауылында өстім. Қатон Қарағай Тоқай деген ауылында. Екінші класстан бастап кітап оқи бастадым. Жаңа айтып кеттім, бізге жолшық дейтін бағдар көрсететін кісі болған жоқ. Қолыма не түссе соны оқыдым. Мен мына таңғажайып оқиғалы кітаптарды көп оқыдым бала кезімде. Қызықтырады ғой. Мысалы үшін Стивенсонның Қазынаралы өзі. Мен өзі қанша рет оқығаным есімде жоқ, көп оқыдым. Түнде оқитынмын да қорқатынмын. Джон Сильвердегі ақсақ. Анау Қазынаралыдағы қымылды оқиғалар. Соны қорқып, ұйқымда түнде түсімде Қазынаралы білетін. Көп оқыдым. Мен 5-ші класс оқығанда ауылымызда кітапханада Бағи деген апай болды. Сол айтты маған. Мәлігі саған қандай кітап керек, сен бәрін бітіріп тастадың ғой деп. Орысша кітап тұрған тісіміз батпайды. Содан кейін ол кезде орталық партия комитеті шығарады Қазақстанның. Үгітші блокнот деген бар. Мынау Қазақстанның қазір жүргізіп жатқан саясаты, мақтану, анау, сөйтіп жатырмыз. Сол үгітші блокнот деген биттің қабылындай айына 2 рет шығады. Сол үгітші блокнотында дейін оқимын. Мен ақылым жетпейтін кезде, ақылым жетпейтін кітаптарды көп оқыдым.
ақылым жетпейді. Кейбір кітаптарды алуға, мысалы үшін Абайды оқимын, ақылым жетіңкіремейді. Мұхтар Әуезовтің Абайды оқығаннан оқып шығамын, оқып шығу. Бірақ ақылым жетпейді алуға. Түсінбейсіз дейсіз ғой, терең түсінеді. Терең түсіну деген түсінік жоқ енді. Бала ақылсыз болу керек қой енді. Баланы данышырақ қою деген олай біздің Мосфильм деген фильм деген киностудиядағы ғой енді. Баланы керемет данышпай қояды. Бала харизмде бала. Ол ақылсыз болу керек. Әйтпесе бала болу ма? Ересек болып туа салмайды. Тентек болу керек дейсіз ғой арасында. Жоқ, тентек дегенде кім болу керек? Ақыл тентек, ақылсыз тентек. Тентек болдым, жасырмаймын. Жасырмайын неге десең, мен 7 қызымның арасында жалғыз болдым, әкем колхоздың бастығы болды. Әкемнің атынан жабысып түспеймін, атынан әкемнің жанторысы сияқты болып өстім. Ауылдың халқы мысалы үшін мені жек көріп тұрса да, колхоз бастығына жағылу үшін қалидың қарасы деп басына шықпайды. Сөйтіп жүріп өстім. Мынау біздің ұлттық тәрбиеде мен осы жерде айтып кетейін. Тентек қайнаған. Тентектің бір аяғы 8, бір аяғы 9 деген сөз бар. Ұрпағымызға кеңірек тағы да тоқталамыз. Дегенмен де жауыңызға рахмет, бірақ та Қарақаттың соңғы бір сұрағы былай болды. Ақбекке қай уақытта шимайлап өз туындыңызды жаза бастадыңыз? Мен жазушы боламын деп ойлаған жоқпын. Ол кезде Алтайдың анау Көртам қуысында Катамарағайда жатып, жазушы одан Катамарағайдың жазушы шығады деп біз өйтмейтінбіз. Біз жазушылардың барлық Алматы сияқты қалалардан шығады деп өйтетінбіз. Бірақ сүйкөктету ертерек басталды. 7-8 класста. 8 класста ертерек кішкентай ұлы келінін сезіне бастайсың. Онан кейін шаш тарай бастайсың, шалбарың қырына қарай бастайсың, қыздарға көз сала бастайсың деген сияқты кішкентай бір сезімдер оянады ғой. Сол кезде барып адамның сезімдері ойна бастайды. Міне сезім ойлағаннан кейін барып жазуға бет бұрасың. Қыздарға хат жазамыз. Ол кезде әгер қыздарды ұстап алып, давай мен сен шығарып салайын пәлен түгел дейтін жоқ. Ол кезде уыз қыздар, уыз бозбалалар хат жазасың, жанында жүрген кісіге хат жазасың қызға. Бүйтпесең болмайды. Сол мен өзім сол кезде ауылда жолдардың қыздарға жазылған хаттарын бәрін мен жазып беретін. Мен өзім ешкіммен жүрмесем де қыздармен қыздарға хатты мен ауылдарға жазып беремін. Түгелдей. Енді біз сізді ақын деп, ақын деп танымыз. Өзіңіз Ұлан ауданының тумасы екенсіз. Қытайда Алтайдың тумасы. Жақсы. Енді Құмар мырза, өзіңіз жайлы бір ауыз сөз. Таныстырып кетсеңіз, енді біз Әлібек ағамызды мына Катон Қарағайдан жаңағы тау тұлғалы азаматтар өте көп шықты. Бүгін әсіресе бір әдебиетке өзіндік бір үлкен қолтаңбасын қалдыратындай, жаңағы қазақ әдебиетіміздің қорын бір дамытатындай өте көп шықты. Енді өзіңіз жайлы, енді өзіңіз жас ақындардың жаңағы жолын басып келе жатқаныңыз басырдан осы мына Әлібек ағамыздың шәкіртімін деп жатсыз. Сондықтан өзіңізге сондай бір сұрақ. Сіз қай уақытта қалам тербей бастадыңыз? Жалпы мына ақындыққа қызығушылық қайдан пайда болды? Рахмет. Енді ана Мұхтар Мағауин айтады ғой, мен Қазақ баласында туғанда, мен туған жылы бәленбаймын, қазақтың баласы туды. Бірақ Алланың назары маған түсті. Мен біреуден тартып алған жоқ, жазушылықты ұрдап алған жоқ. Ол маған берген Алланың несиесі болды. Оны көтере алған адам үлкен бақытқа кенеледі, көтере алмаған адам үлкен сорға душар болады дейді ғой. Енді бізде бұл ақындық жолды таңдап алған дүние емес, Алланың берген дүниесі ғой деп ойлаймыз. Сондықтан енді Әлібек айтпақшы бағана етек жеңімізді жиып маңайымызға қарап бір қалам тербеуге болады ау деген
жәудір көздерді көре бастағаннан бастап шықты ғой деп ойлаймыз біздің осы алғашқы қаламгерлер. Өзіңіздің ең бірінші жаңағы туындыңызды кімге арнадыңыз? Немесе қандай бір тақырыпқа арнадыңыз? Кімге арнадыңыз? Сізге бір қыздарға хат жаза бастадыңыз ба? Бізде де болды ғой енді ол кезде. Бізде де болды. Сол бізден аяқталды ма деп ойлаймыз. Хат жазудың дүниесі. Оның өзі енді қазір айтсаң ертегі сияқты ғой. Бізде жасым жетіп тұрған жоқ, бірақ ол да бір тәтті шақ болды. Біз шет жағасын көріп қалдық. Жәнібек ағадай ортасында сол кезде болмасақ та. Енді нақты есімде жоқ енді. Ол кезде бір қолмен бастан бастап өлең жазатындай жағдайда емеспіз. Бір шумақтан жазамыз. Нақты қандай өлеңнен бастағанды білмеймін есімде жоқ. Жақсы. Рахмет. Әлібек ағай, сізге осындай сұрақ болып тұр. Жалпы Абайдың, Абай болуына әжесі зере деп айтамыз. Шоқан болуына әжесі Айғаным дейміз. Оралхан болып қалыптасуына Қапиза әжесі мен анасы Күлияның еңбегі зор дейміз. Ал Әлібек болып қалыптасып, әдебиеттің алып тау тұлғасына айналуына кімнің әсері көп болды? Мен өзім тау тұлға деп есептеймін. Енді Катонның керемет тау... Катонда да Оралхан екеуміз бір мектепте оқыдық, Бөкей екеуміз. Ол жасыменен 5 жас үлкен болса да, 5-6 жас үлкен болса да, менен 2-ақ класс жоғары оқыдық. Бір мектепте оқыдық. Ол сол кезде бір көз Алатауға, бір көз Алтайға қарап тұрып, жақсы өзімен есінде болды. Жазушылығын өскенде дейді. Тағында өтім сияқты. Алтайдың ақуысында жүріп жазушылығын емес. Кітапқа талдатып үйрету керек. Оқытып қана емес. Талдап керек. Мен мысалы үшін өзім солай оқимын кітапты. Мен кітапты оқығанда мен кемшілігін, жетістігін мен қарап отыруым керек. Тілдік қор дейміз, лексикон. Оқудан пайда болады. Бала іштен әшейін тілдік қоры бір байып шықпайды. Маған мен мықты болайын деп мықты болған жоқпын. Өлеңмен бастайды, кез келген жазушы өлеңмен бастайды. Бердік Соқпақбаевты алып, Дулат Исабековты алмайды, Оралханды алмайды, Қариханды алмайды. Кез келгені өлеңмен бастайды, бірақ жүре бара өзінің орны проза екенін біледі де проза екенін. Бұл қазақ әдебиетіндегі 3 жанр бар ғой, өзің білесің. Проза, поэзия, драматургия. Бұлардың ішіндегі ең ауыры проза. Мынау өтіп десе мынау айтсын, мынау ақын, бұл поэзия. Мен поэтикалық 2 кітап шығарған кісімін. Бірақ мен өзінің ақын емес екенімді білетін. Ақын болу үшін төгіліп тұрған лирика болу керек. Ақын болсам да жерде қалмас едім мен. Бір ортаң бол, бір болып жүруші едім. Бірақ мен прозаға кетіп қалдым ауыр. Бұл маған Оралхан әсер етті, Қалихан әсер етті деп өтірік мен жерде көшірісіне ақ қойын. Менде жаңа Құмар айтқан сияқты Алла 1% дарын берді. Қалғанын 99%-ін оқумен, тоқумен, әлеуметтік жағдаймен, еңбекпен. Сондай бір керемет сұхбат болып жатыр деп ойлаймын. Өйткені бір ғана өздеріңіздің еңбек жолдарыңыз ғана емес, сонымен қатар қаншама қазақ жазушылардың еңбектеріне тілге тиек етіп жатсыздар. Енді өз бір керемет сұхбат болайын деп отыр екен. Жалпы Әлібек мырза тағы бір осындай сұрақ болып тұр. Сізді Шығыс Қазақстан облысының жазушылар одағының төрағасы ретінде танымыз. Филиалының төрағасы ретінде. Дұрыс айттым ба? Дұрыс айттым. Енді жалпы төрағалық қызмет атқара отырып, сіздер мына әдебиет бір саласы бойынша қаншалықты деңгейде бір сайыстар өткізесіздер. Сіздің соған бір қосып жатқан үлесіңіз қандай? Кімдерді тәрбиелеп жатсыз? Бар ма? Міне осы бір сайыстарды әдебиет саласына. Түсінік дейміз бе, ұғым дейміз бе? Осы есімде болсын. Ақын болып туады, жазушы болып туады. Ол бәлән туады. Ол жалғанда мен ақын тәрбиеледім, мен жазушы тәрбиеледім деп ешкім ондай жауапкершілікті алмайды мойнына. Бізде жарықтық Сержан Дүлін деген ағамыз болды.
мықты ақын болды, жақсы ақын болды. Сен жігітті көрдің бе жоқ? Көрдім ғой, соңғы шәкірттен. Иә. Сол кісі мен шәкірт, мен сол кезде айтатын, Секе, ондай сөзді қой. Оның қанында бар. Оны ақындыққа бір не көшіне бағдар беріп отыру керек. Сен бұлай кетіп қалма, бұлай кетіп қалма. Әйтпесе оны ешкім тәрбиелемейді. Осы естігінде осы. Сондықтан қазір жазушылардағы мен ана ақынды тәрбиелеп жатырмын, ана ақын менің ақыным пәлен түгел десек, оның барлығы әбестік болып абсурд. Сондықтан Құдай берген таланттары бар. Мен бұдар үшін не істеп жүрмін? Жазушылардағы филиалының төрағасы ретінде. Мен 20 ғасырдағы орыстанып кеткен түркі, аты тегі түркі Анна Ахматова деген мықты ақын болған. Николай Гумилевтің әйелі, Лев Гумилевтің ағасы Николай Гумилев бар ғой, соның ағасы. Соның әйелі болған, келіп кетті. Соның бір сөзі бар, Анна Ахматованың. Ақын жазушы дегенімізде көшеде қол жайып отырмаса да, о да қайыршы деп. Мынадар мысалы үшін қызмет жарытымсыз жалақылар. Менің мақсатым осылардың шөнтектеріне бірдеңке түсіру. 1000 тыртық 100 жамау бұдардың бүкіл жан дүниелері. Осыларға бір тиын тауып беру. Сондықтан мен мына Төралтай Жырлайды, Абай әлемі деген бізде жобалар бар. Қалихан Ысқаққа арналған Қалихан Ысқаққа арналған Оралханға ұшыларына қалалық әкімшіліктің аяғына басылып жүріп, Қалиханға арнадық. Енді биыл жалғасында батып шығар. Гүлнұр Рахымжанұлына арналып жатыр екен. Төралтай Жырлайды дегенді міне 7-ші жыл ма 6-ші жыл ма істеп жатырмыз. Оның кейін аудандардан фестивальдер мен алдында мүшәйра түзетімін. Мүшәйра деген ақындардың арасында өнерді абсолютті шындық деген болмайды ғой. Бұған құмар оқыды, одан кейін біреу оқыды. Сен екеуін салғастырып, бұның потенциалын біліп отырсаң да, біреу беріп қоясың, одан кейін бұлардың арасында піш-піш сөз шығасың. Піш-піш сөз деген бұл жаман. Мен артымнан піш-піш сөз ермес үшін, мен бұны фестиваль қып тастадым. 10 ақынға түсті ма? 10 ақынға, мысалы үшін 100 мың теңгеден бөліп бере салам, болмаса 200 мың теңгеден бөліп бере салам, сонда ешқайсысы ренжіс болмайды. Мен сонда құлдыққа барамын. Бала кезіңізде көп кітаптар оқысаңыз, кітапханадан кітап алғандарыңызды айттыңыз. Бұрынғы ақындарда мен қазіргі сол бір тармақпен келді. Бұрында ұялы телефон болған жоқ, интернет болған жоқ, әлеуметтік желі болған жоқ қараған. Осы жерде бір осындай сұрақ туындап тұр. Жас әдебиетшілер арасында қазақ әдебиетінде ұлттық мінез бен рухани тамыр сақталып отыр ма? Ұлттық мінез, рухани тамыр деген өте ауыр дүние. Жалпы шығармашылық адамда мінез болу керек. Мінез болмаса, түк шықпайды. Мінез болмаса. Біз кейбір адамдардың мақтап, өзі жуас, өзі жақсы. Жуас адамның, жуас деген сөздің синонимі ынжық. Дұрыс айтасыз. Ез дейді. Мен осы ғұмырымда, айналайын. Осы ғұмырымда осы жуас адамдардың ішінен жыртып отырып, кеңістікке шыққан біреуін көрген жоқ. Не шықса бағана айттық қой бір сөзімізде. Тентектің бір аяқ тоғыз. Мына Оралханның мінезі дөкейіп айтып отырмын да мен оны жақсы білгендіктен. Мектепте оқыдым біліп. Мінез адамның мінез жоқ болады мұнда. Чатыр болады. Чап деп түседі. Өзі әдебиеттен басқа сағаттың нашар оқыды. Ол кезде мектепте линейка деген болады, апта сайын. Жаман оқитын балалар, тәртіпсіз балаларды линейканың алдына шығарып, аспан жерді істемеген істейді. Сонда Оралхан линейка басталмай тұрып алдына шығып олатын. Көкейіп не қылып тұрсын десе айтамын. Қалың бәрі шығарасыңдар алдына шығып. Сондықтан мінез.
шығармашылық адамда мінез болу керек. Мінезсіз адамнан түк шықпайды. Мен осыған кепілдік беремін. Екінші, рухани. Кез келген шығармашылық адамның бойында барлығында бірдей деп айтпаймын. Бір 10-15% мықты ұлттық рух болу керек. Барлығы бірдей деп айтпаймын. Неге десең, бізде социалистік реализм деген болды. Социализм кезінде бізді оның қыспағынан шығарған жоқ. Социалистік реализмнен кейін. Қазір тыныс кеңінді. Қазір модернизм, постмодернизм дегендер шықты. Қазір еркінше жазуға болады. Еркіндік заман туды. Ал кеңестер одағында сені ұлттық рух өзгеменде ұлттық рух болған жоқ. Мен сендерге айтайын. Мен өзім семейде оқыдым, филологияда. 4 жыл қысқы каникулда, жазғы каникулда үйге барасың қайтамын. Тентірек. Сол жерде қойма суып баратқандай. Ит сағынасын, ауыл сағынасын деген сияқты. Сонда өскеменнен бір рет таяғыма кеткем жоқ, арда өткем. Өзіңіздің бір сөзіңізде жалпы осындай естіп қалдым, сіз бүйтіп айттыңыз, жалпы менде есте сақтау қабілетім енді керемет дамыды ма дамымады ма білмеймін, бірақ та өлең жаттауды жақсы көрмеймін. Өлеңді есімде сақтамаймын дедіңіз. Әрине, сөйтіп айттыңыз. Мен жаттай алмаймын. Жаттай алмаймын дедіңіз. Сол енді менде ол жерде сол сіздің сөзіңізді жаңағы Құмар мырзаға бұрайын деп отырмын. Енді Құмар мырза өзіңіз менде бірақ өлең білемін. Есімде қақ қойған. Ол да қызға жазылған өлең. Жоқ. Кәдімгідей адамша жүріп жүргенбіз екеуміз. Сен де жақсы, мен де жақсы. Тек мінезім жатақханада төбелес болып қалады. Мен төбелес іздемеймін, төбелес өзім мен іздеп келемін. Сонымен қойшы, тек болдым, боксқа қатыстым, айттым, бүйттім. Сонымен адам болу керек, Гүлекей. Гүлжан болады. Осы тентекпенен түбінде бақыт болып кеткен мен жоқтады. Сонан кейін хат жазып жіберді, ол 4-ші қабатта тұрып, мен 5-ші қабатта тұрып, әлекей осымен дейді ғой, бізде әлекей демейді. Мен қызықтан кейін әлекей болдым. Қойсақ әйтеді екенбіз. Соғын өтесін қояйық, әдем түгелді. Бұл Гүлекейден айырылу маған трагедия. Жалпы, менде ұлы махаббат болды оған деген. Керемет махаббат болды. Ондай махаббатты мен өзі ешкімге қимайын да. Ешкімнің бойына көрмеймін да. Көруге қарсы шығармын. Сонан кейін отырып алдым да сол кезде міне үлкен толғаныстан барып өлең туады екен. Сонда өлең жаздым. 4 шумақ бар, өлең жаздым. Оқиласы да? Соны ғана жатқан. Ал тыңдай. Толқыдым оймен, қолымда қара хатың бар. Сенбесем тіпті соңында сенің атың бар. Мен ақын емес, сен үшін бір сәт ақынмын, не десе мейлі. О дейсің бұған ақындар. Bir күнгі жанған шырақтай сөндім бір сәтке, бір күнгі жауған жаңбырдай болдым бір сәтке, күркіреп көкті түргелеп өткен найзағай сындырды шынар тегіліп бір сәтке, жоқ еді сенің о сорлы жүрек жоқ дүнең, лапылдап жанып кеткендей болдым соққыдан, көрерім осы көрмегім осы болса бер, рахмет бұған сүйіктім, рахмет жоқ бұған. Бар махаббаттың жүректен ағар сөзі ал, бар махаббаттың тірегі жаным, төзім ар, қимайын сені, қолымды бер, қоштасар болсаң, қолымды кел, өзің қол. Осыны жазып жібердім, ол кезде бір жолбике қыздар болады өзі, қаттасып. Сондардан беріп жібердім, бір 15 теңге, Гүлекей келіп, өңірек кеп, ол кісі өзі сондай аққа өзі. Ақ көйде адам, эмоцияны адам болады. Бас салды мені. Бөлмеде отырған балаларға да қараған жоқ, мойнынан құшақтап, еңіреп жүр. Келдердің бәрі жасқа толып кетті, су. Сен мені керемет жүйеде кесін ғой, мен сені түсіндіріп. Кеш. Көрген балаларға барайық. Құмар мырза, өзіңіз әлекеңіздің жаңағы жолын кішкене
қарай жалғастырып бір өлең оқып бересіз бе өзіңіздің туындыңыздан? Жақсы, мықты. 91 деген өлең көп болған жоқ жазған әлі көп шығып 70 жылдық қонақты өз орнына қойды қорақ балға орақты тал бесіктен еркіндікке талпынып ыдыраттық зорекерлі одақты соладағың сарқып ішіп жасыңды тасқа тауға соқты талай басыңды жөргегінен тұншықтырып тіліңді жер көгіңнен аластады асылды өтсе дағы талай көктем талай күз балақ бауды шеше алмаймыз қалай біз еркін құлаш кере алмай биікке тау артына жаутаң қараймыз иә біздер құндылықтан тоналдық ар алдында ақталмайтын бобалдық тізгінімді ұстатпайды қолыма сүйегіме сіңіп кеткен бодандық еркіндігім болу үшін тасқамал мінез керек көршілерім жасқанар орда бұзар ішіндеміз 30-дың 91-мен ойнамаңдар қасқалар. Жалпы енді бізде бірнеше сұрақ қалған. Әңгімелесе беретін болсақ, шын айтқан кезде таңға тұрып отыра беруге болады, ұзақ әңгімелесуге болады. Жалпы заман, қоғам, тәрбие, ұлт, болашақ туралы. Дегенмен де бізді әлі де екінші қабатта күтіп отырған қонақтарыңыз бар өзіңізді. Енді жаңағы осы қонақ келсе құт келер деген айдарын ашқан кезде біз осындай бір кітапша ашқанбыз. Бұл жерде келген осы студияға келген қонақтар өзінің бір тілегін арнап жазып келеді. Кімге жазып келеді? Мектепке ма, басшысына ма, біреуге ма, өз еркі. Осы студияға ма, мына өсіп тәрбиелеп келе жатқан біздің балаларға ма дегенмен де дегенге қанша жазамыз десеңіз де жаңағы бір өлең жолымен тілегіңізді қалдырам десеңіз де Құмар мырза, әрине бірінші Әлбек өзіңізге ұсынамын. Құрметті тыңдармандар, бүгін біз белгілі қаламгер және ақын Құмар Зиятханұлымен және Әлбек Қаңтарбаевпен әдебиет, руханият және өмір туралы тағылымды әңгіме өрбіттік. Студиямыздың қонағы болған Шығыс Қазақстан облысының жазушылар одағының төрағасы, жазушы халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, ақын публицист Әлбек Қаңтарбаевқа үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де Құмар мырзаға да алғысымызды білдіреміз. Алтын уақыттарын бөліп біздің студиямызға келгеніне артбасын тіреп дегендей өте риза болып отырмыз. Енді құрметті тыңдармандар, біздің мектебіміздің YouTube каналында біз әртүрлі қонақ келсе құт келер айдарында тұлғаларды шақырып риясыз сұхбаттар өткізіп жатырмыз. Бүгінгіде сұхбатымыз сіздерге ұнады деген ойдамыз. Егер сізде бала тәрбиесі, қоғам, өмір, болашақ туралы өз пікіріңізді, ойыңызды бөліскіңіз келсе, біз сізді студиямызда күтеміз. Сіздерге рахмет. Осымен біздің бүгінгі шығармамыз өз мәресіне жетті.